дейді. Көптеген адамдарға мысалы намаздан тиятын нәрседе шахават, намазға келтірмей жатқан нәрседе шахават. Қағида осылай өзі. Соны Алла Тағала түсіндіріп Қияма сүресінде айтады. Неге намазға келмей жатсың дегенде, ол неше түрлі сөздер айтуы мүмкін. Жақсы, біз адам ішіне кірмейсің ғой. Біз жаңа Құрандағы нәрсені айтып жатырық. Өзіміз жалпы адамның табиғатын тану үшін да. Сол жерде Алла Тағала айтады: ол адам әлі де күнә істегісі келіп тұр ғой дейді. Әлі істей тұрайшы деп тұр. Құр бізге басқа сөздер жібереді дейді бұл. Бізге бір сылтаулар тауып береді дейді. Бірақ шындап келген кезде жаңағы күнәні әлі істей тұрайшы деген ниетпен келемей тұр дейді. Сондықтан адамды намазға келтірмейтін нәрседе белгілі бір нәрселерді құмартып жүруі деген нәрселер, мысалы, немесе намазды мысалы атқарусыз қалдырып қоюына да сол нәрселер себеп болады екен. Не өйткені Алла Тағала аятта не деп жатыр? Кейін бір нашар буын келді, олар намазды жоғалтты дейді. Өйткені олар шахаваттарға еріп кетті. Алдыңғы буындардағы осы нәрселерді айтып келіп Алла Тағала Ниса сүресінде бізге мынандай нәрсені айтады. Аузубиллахи-минаш-шайтанир-раджим. Юридуллаху лиюбаййина лакум. Алла Тағала сендерге баяндап беруді қалайды. Бұрынғылардың жағдайларын айта келе, қайсысы жақсы жолда болған, қайсысы жаман жолда болған, жаман жолдағылар немен аяқталған, жақсы жолдағылар немен аяқталған. Осының барлық оқиғаларды айтқанда сендерге осыны баяндағысы келеді. Бір, сондай-ақ сендерден ілгеріде өткен жақсылардың жолдарымен жүргізгісі келеді дейді сендерді. Сол үшін Исмаилды айтады, сол үшін Идристі айтады, сол үшін Закарияны айтады, Мариямды айтады. Солардың жолына түсіру үшін, солардың өміріне үлгі қылу үшін. Сосын сондай-ақ сендердің осы күйлерінде құрып кетпей, мысалы, жақсы өмірге қарай бағыттағысы келеді дейді. Тәуба нәсіп еткісі келеді дейді сендерді. Өзіне бойұсынуға қайтарғысы келеді. Аллаху алимун хаким. Өйткені Алла Тағала бәрін білуші дана. Сосын қайталайды, қараңыздар. Валлаху юриду ан ятуба алейкум. Алла Тағаланың қалайтыны, ей құлдарым, мынаны істе, мынаны істеме деген сөздің күллі осындай бұйрықпен тиымның артында саған қалайтыны тек бірақ нәрсе. Ан ятуба алейкум. Сені өзіне қарай қайтарып әкелуі. Қараңыз. Ол мұқтаж емес бізге. Бірақ сені қимайды ғой. Сүйсең қалай сүйесің адамды? Тастап кетесің ба? Алладан үйрену керек. Қайтарғым келеді дейді өзіме қарай. Не істесең де күнәдан бұрын қайтарғым келеді дейді. Ал аналар дейді. Кімдер? Анау әлемде құмарлықтарға еріп жүргендер, құмарлықтарды насихаттап жүргендер, әйелмен байланысты құмарлық, тағы да басқа нәрселер құмарлық. Не ол бір кино арқылы насихатталама, не бір тағы басқа нәрселер арқылы насихатталама. Күллісінің мақсаты не деген кезде ар жақта әнтамилу мәйлән азима, одан сайын күнәларға үйір болып кетулеріңді қалайды дейді. Қарыз, ашық айтып отыр Алла Тағала. Мәйлән азима, бізде мейл деген сөз бар ғой, мейлі дейді ғой. Одан сайын мейлдерің сол жаққа еңкейіп кетуін қалайды дейді олар. Болса олардың ішінде саған адал ешкім жоқ. Ал Алла Тағала сізге адал. Сондықтан өзіне қарай қайтарғысы келеді. Алла Тағала сендерге жеңілдеткісі келеді өмірлеріңді. Жаңағындай шахауаттардан бәрінен босатып, өзінің шеңберін қойып, сені жап-жақсы бір мұсылман қылғысы келеді. Өзінікі қылғысы келеді сені.